Көптеген жылдар бойы табиғи алма сірке суы әртүрлі ауруларды емдеу үшін дәстүрлі медицина саласында қолданылады. Оны қолданудың арқасында қайызғақтан, саңырауқұлақ тері ауруларынан, варикозды тамырлардан, уланудан тез арылуға, аяқтың шамадан тыс терлеуін жоюға және де иммундық жүйеңізді арттыруға болады. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдын ала рахмет. Алма сірке суының денсаулыққа пайдасын толығырақ қарастырайық. Алма сірке суы пайдалы витаминдердің барлық спектрін сақтайды. Атап айтқанда, В дәрумендері, С, Е, А витаминдері және тағы да басқа. Бұл сірке суы табиғи жемістермен, сондай-ақ сүт қышқылымен қаныққан. Алма сірке суының құрамында микроэлементтер де кіреді. Мараш, натрий, мыс, темір, магний, калий, марганец және тағы да басқа. Алма сірке суының құрамына кіретін магний жүйке жүйесіне, жүректің, өттің және ішектің қалыпты жұмысына пайдалы, бірақ калий жүрек пен бұлшықеттердің қалыпты жұмысына жауап береді. Құрамында алма сірке суының таниндері бар. Алманың терісінде таниндер бар және бұл күшті антиоксидант. Алма сірке суының құрамында пектиндер бар. Олар асқазан ішек жолдарының қан тамырларының жұмысына оң әсер етеді. Сонымен қатар холестеринді төмендетеді, ішектерді тазартады және организмнен токсиндерді кетіреді. Сірке суының антисептикалық қасиеттері де бар. Бұл оны көптеген ауруларды емдеуді танымал етеді. Сумен араластырып ішу. Бір шай қасық алма сіркесін бір стақан сумен араластырып ішіңіз. Ол артық салмақтан арылуға, бауырды тазартуға, қыжылдан құтылуға көмектеседі. Бет терісінде күтім жасау. Бір бөлігі сіркеге, ал екінші бөлігі суға батырылған мақтамен бетіңізді сүртіңіз. Нәтижесінде бет терісін сүртуге арналған тоник секілді әсер береді. Сірке суы терідегі ұсақ тесіктерді тарылтып, терідегі қабыну, безеу іздерін кетіруге көмектеседі. Табиғи алма сірке суын аяқтың әртүрлі ауруларын емдеу кезінде қолдануға болады. Өйткені оның келесі әсерлері бар. Қан тамырлары күшейтіледі. Ісіну жойылады. Қан айналымы процесі жақсарады. Аяқтардағы варикозды веналарды емдеуге көмектеседі. Варикозды тамырлардың дамуының негізгі белгілері тері бетіндегі дөңес болатын тән түйіндердің пайда болуы. Бастапқыда бұдырлар көкшіл реңкке ие болады, бірақ уақыт өте келе олардың көлемі ұлғаюы мүмкін. Ауруды емдеу уақытында басталмаса, ол дамиды және ауырсыну тұрақты сипатқа ие болады және түйіндердің орнында жазылмайтын жаралар қалыптаса бастайды. Сондықтан варикозды тамырлардың алғашқы белгілері пайда болған кезде қан тамырларының жағдайын бағалауға ерекше назар аудару керек. Соның арқасында аурудың дамуын болдырмауға болады. Дәстүрлі медицинада варикозды веналарды алма сірке суымен кешенді емдеуді қолдануды ұсынады. Оны сырттан да, ауызша да қолдануға болады. Сондықтан өнім үйде жасалған болуы керек. Қолдану әдістері. Алма сірке суымен сығып орап алады. Таза дәке алып, оны бірнеше қабатқа бүктеп алу керек. Содан кейін табиғи алма сірке суын сіңіруі жақсы. Аяқтар дәкеге оралған, ал үстіне полиэтилен пленкасы. Егер варикозды веналар кішкене аймаққа әсер еткен болса, емдеу үшін орау орнына компресстерді қолдануға болады. Алма сірке суына малынған дәке проблемалық аймақтарға қолданылады. Компрессор мен ораулардың ұзақтығы 60 минут. Веналарды жақсы күйде ұстау үшін айына бірнеше процедураны орындау жеткілікті. Алма сірке суы аяқты сіңіреді. 1 литр суды салқын алыңыз және алма сірке суын қосыңыз. 1 ас қасық
аяқтар дайын ерітіндімен шайылады. Терапияның толық курсы 1 айға созылады және күн сайын 2-3 душ процедурасын орындау керек. Алма сірке суы әртүрлі аурулар мен аурулардан арылуға көмектеседі. Дегенмен, өзін-өзі емдеуді аурудың бастапқы кезеңінде ғана қолдануға болатындығын есте ұстаған жөн. Егер іс назардан тыс қалса, онсыз да қиын жағдайды ушықтырмау үшін дәрігерден көмек сұрағаныңыз жөн болады. Күнделікті осындай пайдалы ақпарат естігіңіз келсе, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Дертке дауа арнасы сізбен бірге.